Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұсынатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы бүгін әңгімелейтін боламыз. Олай болса, осы видеороликті соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ежелгі Қытай рецептерлері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақытымызды тексерген медициналық білім әдетте құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқтық емес. Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңдалған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Олай болса, осы күріш суы несімен пайдалы? Осыған тоқталайық. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан, күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С тобындағы витаминдерден, асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалардан. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Ол ағзаның ішкі энергиясын босатады. Тер мен шаштың жағдайын жақсартады. Зат алмасуды жылдамдатады. Ағзаны отты заттардан тазалайды. Сусыздандыруды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлердің бір күріш суын қасиеттерін баяғыдан мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Бірінші, тоқ ішектің қабындыруы, іш қатуға бейімділігі жеке төзімсіздік болып табылады. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатпасында қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецептерге назар аударыңыз. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецептісі бар. Яғни қарапайымнан басталып бірнеше қадамдардан тұратыны да рецептерлер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау, ол кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Оны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Қайнатпаны қою қылып жасауға да болады. Ол үшін 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші қолдансаңыз болады. Дегенмен сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. Бірінші, 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Екінші, күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Үшінші, сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілдерін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күріш қайнатыңызда бетін сүлгімен жақсылап, жауып, түнге қалдырып қойсаңыз да болады. Күріш суын жалпы қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш суын 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулар кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 4-тен 1 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды, себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дертті дым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасықта іш. Ал сусындар балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға 1 ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ. Бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынмен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастап отыруыңыз мүмкін.
Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуып алыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұратын болады. Көріп отырғаныңыздай күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Көріп отырғаныңыздай күріш суы таптырмайтын сусыл. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастыра алатын болады. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый, сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық айнасы. Бүгінгі видеоролигіміз сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Басқа да ақпараттарды бірге бөлісіп отыру үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.